Мен Шумек Александр Михайлович, Қазақстан Республикасының азаматымын. Ұлтым украинец. 10-шы Алтын бала балабақшасында жұмыс істеймін. Сақтандыру электр. Қай ұлттың өкілі болмасын, тұрып өскен елінің мемлекет тілін, мәдениетін, тарихын міндетті түрде білу керек. Мен қазақ тілін Көкшетау қаласында тілдерді оқу орталығында оқыдым. Мемлекет басшысымыз Қасым-Жомарт Тоқаевтың тәуелсіздік бәрінен қымбат атты мақаласында тілді білу барша қазақстандықтардың міндеті деуі өте орынды. Мен баршаңызды қазақ тілін оқып үйренуге шақырамын. Государственный язык представляет государство. Он такой же символ страны, как и герб, флаг, с которого и начинается родина для человека. Я занимаюсь изучением казахского языка и призываю всех